Сәлем балалар, бүгін ана тілі пәнінен 45-ші сабақ сөйлем тақырыбын өтеміз. Олай болса, алдыңғы сабақтарда өткен ережені есімізге түсірейік. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бірінен бірі бөлек жазылады. Мысалы, балалар мектепке келді. Келесі балалар: нүкте, үтір, леп белгісі, сұрақ белгісі, сызықша – бұлар тыныс белгілері. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен басталып жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады балалар. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Ас атасы нан. Науан әжесіне еріп егіс даласына келді. Ол бидай сабақтарын көріп, мынау өсіп тұрғандар не деп сұрады. Науанжан, бұл пісіп тұрған нан, деді әжесі. Нан болса, табан наны қайда? Табан нан да осы дәннің ішінде. Ақ тоқаш ше? Тоқаш та осы дәннің ішінде. Кіп-кішкентай дәнде осынша нан қалай сыйып тұр? Ас атасы нан, нан атасы дән, тоқшылық әрбір дәннің ішінде, деді әжесі. Мәдіхан Төрежанов автор екен балалар. Мәтінде не туралы айтылған балалар? Нан туралы. Айтылған, дұрыс айтасыңдар. Науан қайда келді? Науан қайда келген екен? Науан әжесіне еріп егіс даласына келді. Жарайсыңдар. Неліктен ас атасы нан дейді екен? Себебі нан болмаса біз аш қалатын едік балалар. Мәтіндегі сөйлемдерден соң қандай тыныс белгілері қойылған? Сөйлемнің соңында балалар нүкте қойылған және сұрақ белгісі қойылған екен балалар. Жарайсыңдар. Олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығуда балалар мақалды көркем жаз делінген. Нәнді шашпа, нанды баспа. Балалар, олай болатын болса, мақалды көркем жазып алайық. Жазып болсақ, балалар, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу: сөйлемдерді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз деген. Тары адам ағзасына пайдалы. Тарыдан қандай тағамдар жасалады? Балалар, тыныс белгісін қояйық. Тары адам ағзасына пайдалы деп сөйлем аяқталғаннан кейін нүкте қойылады. Тарыдан қандай тағамдар жасалады? Біз балалар сұрап тұрмыз бұл жерде. Қандай тағамдар жасалады деп. Сондықтан да сұрақ белгісі қойылады. Керемет, жарайсыңдар балалар. Менің сабағым ұнаған болатын болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазуды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.